сұрақтасуға келіп отырмын мақсатта. Қазіргі таңда қандай ауруға көш бастапты? Қазіргі таңда қызылша ауруы біздің Маңғыстау облысы Бейнеу ауданында ең негізі қызылша ауруы жұқпалы ауру болып саналады. Яғни олар инфекциялық жұқпалы аурулардың қатарына жатады. Бұл инфекциялық жұқпалы аурулар дегеніміз, яғни қызылша ауруы бұл ең негізгі вирусты адамның иммунитеті әлсірегеннен пайда болатын және де инкубациялық кезеңі бір күн мен 7 күнді аралығын қамтитын ең бірінші сипатталады, бөртпе пайда болады, салқын тиюмен байланыстырады, дене температурасы жоғарылайды, көздерінде конъюнктиваларының ісінуі, қызаруы, көзден жас ағуы, сонымен қатар ауыз қуыстарында ұсақ дақты бөртпелер, шеткі лимфа түйіндерінің ісінуі, ортаңғы отиттер пайда болады. Сонымен қатар осы денеде тұтас бірінші бет аймағына, желке аймағына, мойын аймағына, арқасына қарай, ары қарай таралатын бөртпелер шығып басталады. Инкубациялық кезең осы. Ал қызылша ауруының алдын алу қалай алдын алады? Қызылша ауруының алдын алу ең қазіргі таңда біздер ең бірінші негізде вакцинация жүргізіп жатырмыз. Яғни олар мектепке дейінгі балаларда 1 жастан бастап 4 жас 11 ай 29 күн аралықта балаларға вакцинация енгізіп жатырмыз. Олар ең бізге белсенді және де ешқандай зияндылығы жоқ. Біздер алғаннан кейін медициналық ұйымда 1-3-5 күннің аралығында бақылауда болады және жарты сағаттың ішінде бақыланады. Қызу бермейді, температурамен байланыс болмайды. Сұхбатыңызға рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз.